көзі қимылсыз Әкетай! иықтан шашың төгіліп жерге күмісті шашпау жарасып белге. Анасы не істеп жатырсың? Жаным, қызым, келдің бе? Қараш қызым, менің не жасап отқанымды. Бұл бұйымның аты бойтұмар деп аталады. Қара қызым, бұл жерде алдымен үшбұрышты және шеңбер тәріздес етіп біз фигура қиып алдық. Одан соң оның ішіне мақта салып, сол матаны көктеп әдемілеп екі жағынан да тігіп шықтық. Бойтұмарды ата-бабамыз бәле жаладан, тіл көзден сақтайды деп Саған қандай әдемі. ішіне түрлі дұғаларды жазып қойып төбеге іліп қоятын болған қызым. Келе ғой қызым, Әкетай, не істеп жатырсың? мен сурет салып жатырмын. Менің суретім салып жатыр. Сенің суретің де ақылды. Қызым, қызғалдағым, сен енді күлсің ғой. Мен үшін сен әлемдегі ең әдемі күлсің. Әкетай, рахмет сізге. Мен сізді қатты жақсы көремін. Өскенде саған да үйретемін. Қазақтың қызының өнерлі болғаны, әдемілікке құмар болғаны жақсы. Жаңарып қайта, жаңғырып көне, ләззат алар көрген жан сенен, көркіңнен сенің айналдым ерекем, қазақтың салтын сақтаған көркем.